Ағылшын тілінде артикльді дұрыс қолданудың 7 ережесі. Ең бірінші ережесі A артиклі дауыссыз дыбыстардың алдында қолданылса, N артиклі дауысты дыбыстардың алдында қолданылады. Мысалда көрсетілген сөздерге назар аударсақ, cat К, dog D, boy B, girl G, house Х, tree Т деген дауыссыз дыбыстардан басталған. Сондықтан да біз a cat, a dog, a boy, a girl, a house, a tree деп айтамыз. Назар аударсаңыз, біз сөйлеген кезде a деп айтпаймыз, дейміз. Яғни a cat, a dog, a boy, a girl. Ал келесі тізбектегі сөздер дауысты дыбыстардан басталған. Apple engineer ice cream I, old man O, umbrella A. Осылайша an apple, an engineer, an ice cream, an old man, an umbrella деп айтамыз. Және дыбысталуы an емес, an деп оқылады. Қазір кішкене жаттығу жасайық. Алдыңызда 10 сөз тұр. Сол әрбір сөздің алдына артикльді қойып айтып көріңіз. Видеоны стопқа қойып, өзіңіз ойланып, дұрыс жауабын айтып көріңіз. Енді жауаптарыңызды тексеріп көріңіз. Осы тапсырмадағы 7-ден 10-ға дейінгі сөздерге назар аударсаңыз, 7-шідегі a university деп қолданылған. Себебі university сөзі U әрпімен басталса да, U әрпі дауысты дыбысқа жатпайды. Біз university деп айтпаймыз, дұрысы university. Яғни ең бірінші дыбысы, ол Y дыбысы, ол дауыссыз дыбысқа жатады. Сол себепті біз a university деп айтамыз. Келесі сөз European сөзі Y дыбысынан басталады, сондықтан да a European tour деп айтамыз. 9-шы мысалдағы сөз H әрпімен басталады, бірақ та ол оқылмайды, яғни our деп оқылады. Our дыбысы дауысты дыбыстан басталғандықтан, сондықтан да біз an hour деп оқимыз. Екінші ереже A және N артикльдері тек саналатын зат есімдермен ғана қолданылады. Яғни ол саналуға келетін болса, яғни 1, 2, 3 деп саналуға келетін болса, бұл саналатын зат есімге жатқызылады. Алдымызда көрсетілген барлық сөздер саналатын зат есімдер. Яғни one elephant, бір піл, one car, бір машина, 500 onions, 500 пияз деп айталамыз. Яғни мұның барлығы саналатын зат есімге жатқызылады. Егер біз one elephant немесе one car туралы әңгіме айтатын болсақ, онда бұл жекеше зат есім, яғни singular noun деп аталады. Ал егер 100 onion, 10 teachers деп айтатын болсақ, бұл plural noun, көпше зат есім деп айтамыз. Ал саналмайтын зат есімдер жаңа айтылған жолмен саналуға келмейді. Өзіңіз ойлап қарасаңыз, I drank one water деп айта алмайсыз. Яғни, мен бір су іштім деп айтуға келмейді. Немесе I love you деп айта аласыз, ал I have 5 loves for you, яғни менің саған 5 махаббатым бар деп айта алмайсыз. Осылайша A немесе N артиклін бір зат немесе бір адам туралы айтқан кезде қолданамыз. Осы жерде бір жаттығу жасап жіберейік. Алдыңызда тұрған сөздердің алдында A және N артикльдері қойылған. Алайда осы кейбір сөздерге A және N артикльдері қате қойылған. Видеоны паузаға қойып, сол қателерді табуға тырысыңыз. Үшінші мысал қате, себебі shirts, яғни жейделер, ол көпше түрде қолданылған. Ал өздеріңіз білетіндей, көпше зат есімдердің алдында
артикльдер мүлдем қолданылмайды. Сосын 5-ші мысал қате. Себебі happiness, яғни бақыт, бұл саналмайтын зат есім. 6-ші мысалда су, яғни water, саналмайтын зат есім, сондықтан да оның алдында артикль a қолданылмайды. 9-ші мысал doctors, яғни дәрігерлер, көпше түрде қолданылғандықтан бұл жерде артикль қолданылмайды. Ал 10-шы сөз advice, қазақша аудармасы кеңес, саналмайтын зат есім, сондықтан да оның алдында артикль қолданылмайды. Айта кететін жағдай, артикль the ол зат есімдердің барлық түрлерімен қолданыла береді. Жекеше, көпше, саналатын, саналмайтын зат есімдермен қолданыла береді. Енді a, an және the артикльдерін қай жерде қолдану керектігін айтайық. 3-ші ереже. Егер сіз айтып жатқан нәрсе немесе адам сіздің тыңдаушыға таныс емес болған жағдайда, сіз a немесе an артиклін қолданасыз. Ал егер керісінше сіздің тыңдаушыңыз сіз айтып жатқан нәрсе немесе адам туралы білетін болса, онда сіз the артиклін қолданасыз. Мысалы, my sister has 2 computers, a PC and a laptop. The PC is quite old, but the laptop is brand new. Менің әпкемнің компьютері және де ноутбугі бар. Компьютері ескі болса, ноутбугі жаңа. Бірінші сөйлемде a PC, a laptop деп a артиклін қолдандым, себебі ол менің тыңдаушыма бейтаныс нәрселер болды. Ал екінші сөйлемде the PC, the laptop деп қолданылғанның себебі тыңдаушы осы нәрселерден хабар бар, яғни бұл компьютер, ноутбук әпкемнің заттар екенін біледі. Енді келесі сөйлемді өзіңіз артикльмен толтырып көріңіз. Бірінші сөйлем. I planted a tree in my garden last year. Мен өткен жылы бақшамда ағаш отырғыздым. Бұл сөйлемде мен алғаш рет ағаш туралы айтып жатырмын. Сондықтан да мен a артиклін қолдандым. Келесі сөйлем. The tree has now grown big. Қазір ағаш үлкен болып өсті. Екінші сөйлемде the артиклі қолданылған себебі тыңдаушы ол ағаш туралы хабары бар, біледі қандай ағаш туралы айтылып жатқаны, сондықтан да the артиклі қолданылды. Бұл мысал оңайға соқты, себебі бұл жерде тек бір ағаш қана туралы әңгіме қозғалды. Ал егер бірнеше ағаштар туралы әңгіме қозғалса, артикльдер қалай қолданылады? Өздеріңіз білетініздей, көпше зат есімдерінің алдында a, an артикльдері қолданылмайды. Сондықтан да біз ағаштар деп көпше түрдегі зат есімдерді көрсеткіміз келсе, біз санын айтуымызға болады. I planted 4 trees in my garden last year. Егер санын көрсеткіңіз келмесе, some trees in my garden last year деп айтуымызға болады. The trees have now grown big. Бұл жерде қай ағаштар туралы айтылып жатқаны мәлім, сондықтан да the артиклі қолданылды. Тағы да айта кететін жағдай, сіз кейбір сөйлемдерде a, an артикльдерін қолданбай қоюыңызға болады. Себебі тыңдаушы автоматты түрде сіздің қай зат немесе қай нәрсе туралы айтып жатқаныңызды түсінеді. Мысалы, can you open the window? Сен терезені аша аласың ба? Мәселен, мен сізбен бір бөлмеде отырып, мен сізге осы сұрақты қоятын болсам, сіз автоматты түрде қандай терезе туралы айтып жатқанын түсінесіз. Келесі мысал. I need to go back home. I think I left the stove on. Мен үйге баруым қажет. Себебі мен газды ашық қалдырып кеткен сияқтымын. Бұл жерде the артикльдің қолданылу себебі тыңдаушы қай газ туралы әңгіме жүріп жатқанын түсініп тұр, яғни менің үйімдегі газ. 4-ші ереже. Егер сіз нақты емес зат немесе адам туралы айтқыңыз келсе, a, an артиклін қолданыңыз. Мысалы, do you have a pencil? Сенде қарындаш бар ма? Бұл жерде a pencil деп артиклінің қолданылу себебі нақты қарындаш туралы айтылып жатқан жоқ, бұл жерде бәрібір қандай қарындаш екені. Енді бұл сөйлемді келесі мысалмен салыстырып көріңіз. Do you have the pencil that Asel gave you?
Сенде әсел берген карандаш бар ма? Бұл жерде the артикльдің қолданылу себебі бұл жерде белгілі бір нақты карандаш туралы әңгіме жүріп жатыр. 5-ші ереже. Егер сіз адамды немесе белгілі бір затты белгілі бір категорияға, түрге бөліп айтқыңыз келсе, онда a немесе n артиклін қолданыңыз. Қазір видеоны паузаға қойып, алдыңызда тұрған сөйлемдерге, керек жерге артикльдерді қойыңыз. My car is a 2011 Ford Fusion. Менің машинам 2011 жылғы Ford Fusion. Бұл сөйлемде мен машинам туралы айттым. Машинамның 2011 жылғы Ford Fusion екенін көрсеттім. Яғни мен машинамның моделін көрсеткім келді. Осы сөйлемде машинаның моделі көрсетіліп, түрі сипатталғандықтан a артиклі қолданылуы орынды. Келесі мысал. His daughter is an intelligent girl. Оның қызы ақылды. Осы сөйлемде біз қыздың қандай екенін сипаттадық. 3-ші мысал. I'd like to become a member of your library. Мен сенің кітапхананың мүшесі болғым келеді. Осы мысалда мен қандай категорияға жатқым келетіндігін көрсеттім. Сонымен бірге a-n артикльдері қандай мамандық иесі екенін айтардың алдында да міндетті түрде қолданылады. Мысалы, I'm a teacher. Мен мұғаліммін. Артикльдерді қолданудың 6-шы ережесі жалпылау жинақтауға арналған, яғни белгілі бір адамдардың немесе заттардың тобын қалай жинақтап айтуды үйретеді. Сонымен 6-шы ереже бұл артикльсіз саналмайтын зат есімдерді, көпше зат есімдерді жинақтау. Алдымызда тұрған мысалдардан көпше және саналмайтын зат есімдерді табуыңызды сұраймын. 1-ші сөйлемде Teachers should be friendly to students. Мұғалімдер оқушыларға мейірімді болу қажет. Бұл жерде 2 көпше зат есімдер бар. Teachers, мұғалімдер, және students, оқушылар. Бұл сөйлемде біз белгілі бір мұғалім немесе белгілі бір оқушы туралы айтып тұрған жоқпыз. Біздің айтқымыз келгені барлық мұғалімдер барлық оқушыларға мейірімді болу қажет екендігі. 2-ші сөйлемде Dolphins are very intelligent. Дельфиндер өте ақылды. Бұл жерде көпше түрде қолданылып жатқан зат есім бұл dolphins, яғни дельфиндер. Осылайша көпше түрде қолданылу арқылы барлық дельфиндердің ақылды екені көрсетілді. Енді осы сөйлемдерді басқаша жолмен жалпылап айтуға болады. Саналатын зат есімдер үшін a-n артикльдерін жекеше саналатын зат есімнің алдына қойып, жалпылап айтып көрсетуге болады. Мысалы, a teacher should be friendly to his or her students. Мұғалім өзінің оқушыларына мейірімді болуы қажет. Ал 2-ші сөйлем үшін the dolphin is a very intelligent animal. Дельфин өте ақылды жануар. Ескерте кететін жағдай a, n, the артикльдері жекеше саналатын зат есімдермен ғана қолданылады. Және біз жалпылап айтқымыз келгенде, яғни әрбір нәрсе, әрбір зат туралы айтқымыз келген кезде қолданылады. Келесі 7-ші ереже. Бұл 7-ші ережеде артикль қолданылмайтын жағдайларды атап өтеміз. 1-ші, бұл артикль қолданылмайды егерде адамдардың есімі немесе жердің атауларының алдында қолданылмайды. Бірақ кейбір елдер, жерлер атауы артикльдермен қоса айтылады. Мысалы, the United States, the United Kingdom деген сияқты. Келесі артикльдер қолданылмайтын жағдай бұл ойын тілдер атаулардың алдында қолданылмайды. Және сонымен қатар ағылшын тілінде белгілі бір сөз тіркестері бар. Сол сөз тіркестерінің алдында мүлдем артикльдер қолданылмайды. Алдыңызда көрсетіліп тұрған мысалдар, сөздер бұл тек бөлшегі ғана, жаттап алуыңызға тура келеді. Және ағылшын тілін үйрену барысында сіз ондай сөз тіркестерге талай жолығасыз және де оны үйренетін боласыз.